Қайнағам етегімді түртіп жүр. Әңгімені бастамас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Қараңғылық қоюланып, ауыл үстіне түннің ауыр тынысы орнағанда, Маржанның жүрегі жиілей соға бастайтын. Ол бұл үйге келін болып түскенде небәрі шай болса да, бақыттың дәмі таңдайынан ерте кетіп, орнын үрей мен жиіркеніш басқан еді. Сырт көзге бәрі мінсіз. Жұбайы Дәурен сыйлы азамат, ата-енесі елге беделді жандар. Бірақ осы шаңырақтың төрінде көлеңке сияқты үнсіз жылжып жүретін Дәуреннің ағасы Ерболдың бары Маржанның тынысын тарылтатын. Ербол жасы 40-қа таяған, салқын жанарлы, сөзі аз адам. Оның алғашқы әйелі не себепті кетіп қалғанын бұл үйде ешкім тіс жарып айтпайтын. Маржан алғаш келгенде оны аға деп құрметтеп иба сақтады. Алайда Ерболдың қарасы көрінгенде ауаның температурасы бірден төмендеп кеткендей болатын. Оның көз қарасы жай ғана қызығушылық емес, аңшының өз олжасына қадалған суық назар еді. Оқиға сол бір тұманды кештен басталды. Дәурен қалаға іссапармен кеткен, ал ата-енесі көрші ауылдағы құдалыққа аялдап қалған болатын. Үйде Ербол екеуі ғана. Маржан бөлмесіне кіріп есікті ішінен ілмекші болғанда, дәлізде Ерболдың ауыр қадамдары естілді. Ол Маржанның бөлмесінің тұсына келіп тоқтады. «Маржан», деді Ерболдың дауысы қарлығып. Ол дауыста ешқандай туыстық мейірім жоқ еді. «Су әкеш, тамағым құрғап барады». Маржан іштей тіксініп қалды. Ас үй дәліздің арғы бетінде. Демек, ол бөлмеден шығуы керек. Ол орамалын түзетіп, ас үйге шықты. Ербол үстелдің шетінде отыр екен. Маржан стаканға су құйып, үстелге қойып, тез бұрылып кетпекші болғанда, Ербол оның білегінен шап беріп ұстап алады. Қолы мұздай, бірақ ұстасы темірдей қатты екен. «Соншалықты асығыс па едің? Дәурен жоқта ішің пыспай ма?» Ерболдың жанарында мастық емес, шектен шыққан азғындық жарқ етті. «Аға, қолымды жіберіңіз, бұл не істегеніңіз?» Маржан жұлқынып қалды, бірақ Ербол оны өзіне қарай тартты. «Сенің бұл үйдегі рөлің тек Дәуренге қызмет ету емес екенін түсінетін уақытың жетті. Бұл менің әкемнің үйі. Демек, мұндағының бәрі тіпті сен де менікісің», деп сыбырлады ол құлағына. Маржан бар күшімен итеріп жіберіп бөлмесіне қарай атылды. Артынан Ерболдың суық күлкісі естілді. Ол сол түні көз ілмеді, бірақ жай ғана қалжың емес, бұл соғыс жариялау еді. Маржан өзінің етегін түрткен осы лас қолдың иесіне қарсы тұра алар ма? Ол Дәуренге айтса, бауырлар арасында қан төгіледі, айтпаса, өз ары тапталады. Ертесін Ербол таңертең ештеңе болмағандай шай ішіп отырды. Бірақ ол Маржанның қасына жақындап өткенде, ешкімге көрсетпей оның етегінен тағы бір рет қасақана түртіп өтті де, «Бұл тек бастамасы, келін», деп сыбырлап кетті. Сол оқиғадан кейін Маржанның өмірі тозаққа айналды. Ербол бұрынғыдай жасырынбай өз ойын ашық әрекетпен білдіре бастады. Ол үйдегі билікке ие екенін, Дәуреннің аңғалдығын, ал ата-енесінің оған деген соқыр шешімін шебер пайдаланды. Маржан үшін әрбір таң үреймен атып, әрбір кеш қорқынышпен бататын болды. Ерболдың есік қағулары, ас үйдегі кездейсоқ жанасулары, мағынасыз күлкісі бәрі Маржанның жүйкесін жұқартып бітті. Бірде Дәурен мен әкесі көрші ауылға мал саудасымен кеткенде, үйде тек енесі мен Маржан қалды. Ербол болса бөлмесінде жатып алып, Маржанды әрбір 5 минут сайын жұмсай бастады. Бірде шай әкел, бірде көйлегімді түкке, бірде басым ауырып тұр, дәрі бер деп мазасын алды. Енесі бұл әрекеттердің астарында не жатқанын сезбей, «Балам ауырып тұр ғой, көмектесші», деп Маржанды қайта-қайта оның бөлмесіне жұмсайды. Маржан Ерболдың бөлмесіне кіргенде ол төсекте жартылай жалаңаш жатып, қолына Маржанның ғана сыртқа жайып қойған орамалын ұстап отыр екен. Маржанның жаңа ғана сыртқа жайып жатқан орамалын ұстап отыр екен. «Мынау сенің иісің шығатын орамал ма?» деді Ербол суық жымиып.
Дәурен сенің қадіріңді білмейді, ол тым жас, тым момын, саған нағыз еркек керек. Маржан орамалын жұлып алмақ болғанда, Ербол оны төсекке қарай тартып, етегінен шап беріп ұстады. Бұл жолы ол етекті жай ғана түрткен жоқ, оны жыртып жібере жаздап өзіне қарай тартты. Аға доғарыңыз, мен айғайлайым, деді Маржан тісінің арасынан. Айғайла, кімге айтасың, анама ма? Ол маған сенеді. Келін маған тиісті, азғырды десем, ол саған емес, маған жақ болады, себебі сен жатсың. Мен оның бауырынан шыққан баламын. Ерболдың даусындағы сенімділік Маржанның жүрегін мұздатып жіберді. Маржан бөлмеден атып шығып ас үйге тығылды. Көзінен жас сорғалап, ыдыс жуып жатқандай кейіп танытты. Енесі кіріп келгенде Маржан шындықты айтпақ болды. Бірақ енесінің Ербол туралы «Менің тұңғышым, алтыным, тек жолы болмай жүрген байғұс қой» деген сөздері оның тамағына құм құйғандай болды. Ол түсінді, бұл үйде оның сөзіне ешкім сенбеуі мүмкін. Ерболдың интригасы мұнымен бітпеді. Кешкі аста ол Дәуренге қарап, «Дәурен, келіншегің тым пысық екен, бүгін менің бөлмеме 3 рет кіріп көмек керек пе?» деп тұрады. Тіпті басымды уқалап берейін деп еді, мен ұялып бас тарттым, деді мысқылдап. Дәуреннің жүзі күрт өзгерді. Ол Маржанға күдікпен қарады. Қызғаншақ сезімі оянған Дәурен сол түні Маржанмен ұрсып қалды. Неге оның бөлмесіне сонша қарай бересің? Ол бойдағы еркек. Намысың қайда, деді Дәурен ашуланып. Маржанның жаны жараланды. Ербол өз ойынын бастап кеткен еді. Ол Маржанды кінәлі етіп көрсетіп, оны оқшаулап, еркінен айыруды көздеді. Арада бір апта өткенде Ерболдың әрекеті шарықтау шегіне жетті. Үй іші мал сойып қарбалас болып жатқанда ол Маржанды қоймаға алдап кіргізді. Келін анауды салынған қаптап берші деген Ербол Маржан кіре бергенде есікті ішінен іліп қойды. Ол қараңғыда Маржанның үстіне төніп келді. Енді сені ешкім құтқармайды. Етегіңді түрткеніме ренжіп едің, енді одан да сорақысын көресің, деп Ербол Маржанның тамағынан буындырды. Маржан өмір мен өлім арасында тұрғанын сезді. Ол жанында тұрған ауыр темір таразысын таразының тасын алып, Ерболдың басынан салып қалды. Ербол құлап кеткенде Маржан есікті жұлқып ашып, сыртқа қарай жүгірді. Бірақ ол қашқан жоқ. Ол тура төрде отырған атасы мен Дәуреннің алдына барды. Оның етегі жыртылған, шашы қобыраған, үсті басы шаң еді. Бұл интриганың емес, ашық соғыстың басы болатын. Маржан төргіге атып кіргенде төрде шай ішіп отырған атасы мен Дәурен оған ессіз адамдай қарап қалды. Оның жыртылған етегі, көгерген білегі мен бетіндегі қан араласқан тер бәрін айтып тұрғандай еді. Артынша қоймадан басын ұстап есеңгіреген Ербол шықты. Ол әлі де өз ойын жалғастырмақ болып: «Мына қатын құтырып кетті, маған қап тасып жатқанда тап беріп басымды жарт», деп байбалам салды. Дәуреннің көздері қанталап, не істерін білмей Маржанға қарай ұмтылды. Оның ойында тек Ерболдың бұған дейін сепкен күдік дәндері ғана сайрап тұр еді. «Бұл не масқара?» деп ақырып жіберді Дәурен. Бірақ Маржан бұл жолы жасырып қалмады. Ол төмен қарап, жылаудың орнына басын тік көтеріп, Дәуреннің көзінше нық қарады. «Егер бүгін сен ағаңның жалғанына сеніп мені кінәласаң, онда сенің арыңның өлгені». Маржан қолындағы телефонынан шығарды. «Менің бұл үйде жатқанымды ешкімнің маған сенбейтінін Ербол ағам айтып мақтанған еді. Бірақ менің арым менің ғана емес, мені осы үйге ұзатқан әкем мен анамның ары». Маған телефондағы дауыс жазбасын қосты. Ол қоймада Ерболдың айғайласаң да ешкім сенбейді. Дәуренге сені бұзылған деп айтып қойғанмын. Етегіңді түрткенім ештеңе емес, қазір бәрін бүлдірем деген қарлыққан дауыс, масқара дауысы бүкіл бөлмені жаңғыртты. Бөлме ішінде өлі тыныштық орнады. Енесінің қолындағы кесесі жерге түсіп, күл талқаны шықты. Ерболдың өңі қуарып, қабырғаға сүйене берді. Бұл жазба оның пасық ниетінің, айлалы интригасының күл талқанын шығарған еді. Дәурен ағасына қарай бұрылды. Оның жанарындағы ашу мен жиіркеніш Ерболды тірідей өртеп жібере жаздады. «Аға», деді Дәуреннің даусы дірілдеп. «Сен менің бауырым емес, сен менің үйіме кірген жылан екенсің ғой. Өз келініңнің, өз бауырыңның арын таптаған сенің қаның қандай лас еді?» Дәурен Ерболға тап бермекші болғанда төрде үнсіз отырған атасы ауыр күрсініп қолындағы таяғымен жерді бір соқты. Қарттың дауысы бүкіл шаңырақты селкілдетіп жібергендей болды. «Тоқтаңдар», деді қария. Ол Ерболға ұзақ қарады. Оның көзінде ашу емес,
шексіз өкініш пен жиіркеніш бар еді. Мен осы күнге дейін тұңғышым, жол болмаған балам деп сенің қаншама қылығыңды жасырып келдім. Кеткен әйелің де сенің осындай азғындығынан кеткен екен ғой. Мен келінімнен, мына жат жұрттан келген Маржаннан ұялып отырмын. Ол біздің үйдің киесін, арын бізден артық қорғап қалды. Қария орнынан тұрып Ерболдың алдына келеді. Сен бүгіннен бастап бұл үйдің баласы емессің. Сенің есімің бұл босағада аталмайды. Басқа жаққа кет, өз арыңды өзің тазала. Егер тазарта алсаң, едектен түрткен еркек ел билемек түгілі есік күзетуге де лайық емес. Ербол сол түні ешқандай жүгін де жинамастан басын төмен салбыратып үйден кетті. Оның соңында тек масқара мен лас есім ғана қалды. Дәурен Маржанның алдына келіп тізе бүкті. Оның көзінде өкініш жасы бар еді. Кешір мені, Маржан, сенің арыңды қорғаудың орнына күдікке бой алдырдым. Сен менің ғана емес, осы әулеттің киесін сақтап қалдың, деді ол. Маржан жыртылған етегін орамалымен жауып терезеге қарады. Далада таң атып келе жатырған еді. Бұл таң тазалықтың, әділдіктің таңы. Ол түсінді, әйелдің намысы бұл тек жеке бастың мәселесі емес. Бұл бүкіл шаңырақтың іргетасы. Егер ол үндемесе, Ерболдың азғындығы бұл үйді іштен шірітер еді. Сол күннен бастап бұл шаңырақта Маржанның орны бөлек болды. Атасы мен енесі оған өз қызындай қарап, әрбір сөзіне құлақ түретін болды. Ал Ерболдың есімі бұл үйде ешқашан аталмады. Қазақ келінінің ары мен намысы осындай қатаң сынақтан өтіп жеңіске жеткен еді. Өйткені киелі босаға ластықты көтермейді. Бұл шынайы өмірден алынған оқиға, сіздермен болған өмірден алынған арнасы. Қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.